Бүкіл әлемдегі мемлекеттер, адамзат, жалпы табиғат екі жолмен дамиды. Біріншісі эволюция, екіншісі революция. Эволюциялық даму деген ол жаңалықтарға, өмірде болып жатырған өзгерістерге бейімделе отыра даму. Революция дегеніміз ол енді ат айтып тұр. Мына мысалы мемлекеттің ішінде әртүрлі қақтығыстар болады, азаматтық соғыстар деген сияқты. Сол революция. Яғни мысалы басшыны, мемлекеттің басшысы болсын, немесе бір мекеменің басшысы болсын, әртүрлі жолдармен түсіріп тастап, оның орнына өздері отырып алып деген сияқты жаңа бір билік сол мемлекеттің немесе сол мекеменің тағына отырады, ол революция. Адамның өмірінде мысалы жалпы екі сондай таңдау бар. Мына эволюциялық таңдау бар, яғни мына өзгеріп жатырған өмірге бейімделу. Бұрынғы заманда мысалы басқаша бір тәсілдерді қолданса, айырмашылық жоқ, ол кәсіп болсын, маркетинг болсын, психология болсын, әрбір дәуір сайын немесе әрбір мысалы жылдар өткен сайын ол өзгеріп отырады. Сол өзгерістерге бейімделе отыра даму. Мысалы қазір мына SMM деген нәрсе, диджитал маркетинг, яғни мына телефон арқылы мысалы көп адам кәсіптерін жүргізіп отыр. Соған бейімделе отыра даму. Кейбір адамдар бар консервант, яғни ескі жоқ, мен бұрынғы тәсілмен дамимын, мен тек қана сол өздерінің таныстарыма сенем деген сияқты сол бұрынғы жолмен қалып қояды. Ол яғни көбіне мына революциялық дамуды таңдайды. Бұнда көбіне біз мына сыртқы әлеммен күресе отыра дамимыз. Мен мысалы менің өмірімде осы үлкен қарыздар екі рет болды. Біріншісі болған ол менің 24-25 жасымда мен 20 миллион теңге қарызға кірдім. Сонда мен екіншісі сол, яғни революциялық жолмен сол қарыздарымды жаптым. Яғни осы әлеммен күресе отыра 3-4 жылдың ішінде жаптым. Мысалы бастан басқа секіріп деген сияқты, ана тендерді ұтып алу керек, ана конкуренттерді жеңіп тастау керек деген сияқты. Ал қазір мысалы мен осы 34-35 жасымдан кейін тағы бір қарызға кірдім, ол 143 миллион теңге. Енді қазір мына эволюциялық жолды таңдадым, яғни өзімнің басыммен жұмыс жасадым, өзімнің ойлау қабілетіммен жұмыс жасадым, өзімнің түп санаммен жұмыс жасадым. Бұл өмірдің ағысына сендім. Бұл өмір менімен күресіп жатқан жоқ. Бұл өмір маған қиындықты, жамандықты тілемейді. Болып жатырған менің өмірімдегі жағдайлар менің дамуым үшін болып жатыр деген бір ұстанымға келдім. Сол арқылы дамыдым. Сол сияқты енді мысалы сіз қазір мысалы бір А нүктесінде тұрсыз. Сіздің жалақыңыз аз, мысалы 200 мың теңге жалақы аласыз, ал сіз 400 мың теңге жалақыңыз алғыңыз келеді. Немесе 0-де тұрсыз, немесе минуста тұрсыз мүмкін, мүлдем. Енді сол дәл қазіргі А нүктесінде жағдай, мысал ретінде сіз 200 мың теңге айына жалақы аласыз деп есептейік. Бірақ сіздің қалауыңыз Б нүктесінде сіз 400 мың теңге аласыз. Енді соған қалай жетесіз? Сіз бастығыңызбен сөйлесуіңізге болады, немесе басқа бір өзіңіздің жұмыстастарыңыз туралы әртүрлі өсек таратып, сол бастығыңызға бір жағымды адам болып, сол арқылы шығуыңызға болады. Бірақ бұл революциялық жол сізді көпке апармайды. Сіз бәрібір ішіңізден өзіңіздің бағана күнәлі сезініп жүресіз, басқа адамдардың көзінше бір сондай өсекшіл, әркімге жалбақтағыш адам боласыз. Яғни бұл жолмен де жетуге болады. Бірақ негізінде ең жылдам, ең әділ жол ол эволюциялық даму. Енді қараңыз, ол қалай? А нүктесінде сіз 200 мың теңге жалақы алсаңыз, бұл дәл қазір болып жатыр, дұрыс па? Мына сол Б нүктесінде 400 мың теңге алатын сіз, негізінде бұл да дәл қазір болып жатыр. Бұл өмірде еш нәрсе өткен шақта, болашақта болмайды. Барлық нәрсе дәл қазіргі болып жатыр. Сіздің атыңыз мысалы Айгүл болса, 200 мың теңге жалақы алатын Айгүл, ол дәл қазір 200 мың теңге жалақы алып жүр. Сол 400 мың теңге жалақы алатын Айгүл, ол да дәл қазір. Сіздің мақсатыңыз
сол мына өзіңізді тыныштыққа келіп, өзіңізді сендіру керек. Яғни дәл сізде қазір 400 000 теңге жалақы бар. Сол 400 000 теңге жалақы алып жүрген Айгүл қандай сезімде болады? Міне, қазіргі сіздің мақсатыңыз сол. Өзіңіздің санаңызды, түп санаңызды, жалпы бүкіл энергия құрылымыңызды, энергетикалық структураңызды, жалпы бұлай денеңізді сол 400 000 теңге айлық алатын Айгүлдің жағдайына жеткізу. Бұған көмектесетін ең бір үлкен тәсіл ол визуализация. Мысалы, таңертең тұрасыз, жуынып болдыңыз, тыныштықта отырыңыз. Бір жай ғана музыка қосып қойыңыз, мысалы, әуен, жай ғана әуен деген бағанағы ойбой күйдім, сүйдім, сенсіз өмір сүре алмаймын деген музыка әуен емес, бір сөзсіз медитативный бір музыка әуенді қосып қоясыз. 10 минут болсын, 15-20 минут дем аласыз. Менде мына техникалар бар. Өзіңізді осы сәтке алып келесіз, өткен шақтан және болашақтан ойыңызды қазіргі сәтке алып келесіз. Қазіргі сәтке жалпы өміріңізге бір алғыс айта бастайсыз. Ішіңізден ойыңызда бағанағы сөз айту керек емес. Яғни сол бір алғыстық сондай бір жағдайға сәтке өзіңіз алып келіңіз. Сосын сол айына 400 000 теңге жалақы алатын Айгүлді елестетіңіз. Каспиіңізге немесе карточкаңызға сол 400 000 теңге түскенін елестетесіз. Сол кезде қандай әсерде боласыз? Сол 400 000 теңгені неге жойып жүрсіз? Қандай тамақ ішіп жүрсіз? Қандай киім киіп жүрсіз? Соны елестету. Елестету арқылы мына жүрегіңізге алып келу, соны күніне бірнеше рет қайталау. 2 рет болсын, ең кемінде 1 рет, бірақ соны күн сайын қайталап тұрсаңыз, мына сол 400 000 теңге алатын Айгүлдің состояниесіне, яғни соның жағдайына өзіңізді көтеру, яғни вибрацияңызды көтеру. Ерте ме кеш пе, бірақ көбіне ерте, бұл жағдай сіздің өміріңізде міндетті түрде болады. Бірақ сол жағдай болу үшін, егер сіздің түп санаңыздағы бағдарламалар тым қатал болса, немесе сеніміңіз аз болса, мына жан-жақ кішкене құрый бастайды. Сізді қазіргі жұмысыңыздан шығарып жіберуі мүмкін, немесе басқа да бір қолайсыз жағдайлар болуы мүмкін. Сіздің мақсатыңыз қорықпау. Осы нәрсені, тәжірибені қайталай беру, осы айына 400 000 теңге айлық алатын, немесе ол айлық арқылы болсын, немесе сол 400 000 теңге сіздің шотыңызға ай сайын түсіп тұратын жағдай міндетті түрде келеді, бірақ көбіне бұдан да жақсы болып келеді. Ал немесе көбінің өмірінде ешқандай бағана қолайсыз жағдай болмай-ақ, жайлап сол әртүрлі магический бір жағдайлар арқылы сол 400 000 теңгеге келеді. Себебі ол адамның қорқыныштары аз немесе жоқ. Сіздің сол қорқыныштарыңыз жоқ болса, ол сіздің өміріңізге жеңіл келеді. Сол ең басты мақсат сіздің өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздің жағдайын осы бір 400 000 теңге алатын жағдайға келтіру, және сол 400 000 теңге алып жүргенде сіз қандай сезімде боласыз, не аласыз, қандай киімдер аласыз, ең біріншіден сол өзіңізге алу керек. Сол 400 000 теңге айлық аламын, достарыма, анам мен әкеме, туыстарыма үлестіріп жатырмын деген жоқ. Ол болмайды. Олай болса, сіздің өміріңізге бұл нәрсе келмеуі мүмкін. Ең бірінші өзіңізді ойлауыңыз керек. Бал-мұздақ болсын, киім болсын, көлік болсын, ең бірінші өзіңізге алуыңыз керек. Тіпті қиялыңызда. Себебі сіздің қиялыңызда болып жатырған жағдай мен қазіргі көзіңіз ашық кездегі жағдайды санаңыз ажырата алмайды. Сіздің санаңыз үшін қазір мені көріп отырсыз ғой видео. Көзіңіз ашық. Сол көзіңіз ашық болып жатырған жағдаймен көзіңіздің жұмып қойғанда не нәрсе болып жатыр? Екеуінде сіздің санаңыз дәл қазіргі сіздің өміріңізде болып жатыр деп ойлайды, ажырата алмайды. Сондықтан сол барынша осы вибрацияны көтеріп, қиялға берілу, және әрине бұл өмірде бір іс-әрекет жасау. Осыны қылыңыз. Яғни А нүктесі мен Б нүктесі сіздің дәл қазіргі өміріңізде болып жатыр, бір параллельный реальностьта болып жатыр. Сіздің мақсатыңыз осы бір вибрацияға көтерілу. Подписка жасаңыз, комментарий қалдырыңыз. Рахмет.